Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін бізде қазақ әдебиеті сабағы. Махамбет, Махамбет, білмеймін, жел ме, сел ме, жырда онымен бір тұлға теңдесер ме, әділетсіз дүниенің қабырғасын Махамбетше сөгер жан кездесер ме? Сабақтың тақырыбы Махамбет Өтемісұлының «Мен едім өлеңі». Сабақтың мақсаты көркем шығарманың идеясына сай кейіпкерлер жүйесін анықтау, эпикалық, поэтикалық, драмалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау. Оқушылар, ондай болса, Махамбет Өтемісұлының өмірі мен шығармашылығы туралы бейне жазбаға назар аударыңыздар. Қазақ поэзиясының көрнекті өкілі Махамбет Өтемісұлы 1804 жылы қазіргі Батыс Қазақстан облысының Орда ауданына қарайтын Бекетай құмы деген жерде дүниеге келіп, 1846 жылы қазан айында қаза табады. Махамбет жас кезінен батыр, палуан, мерген, домбырашы, ақын, шешен ретінде танылған. Махамбет өлеңдері көбіне толғау, жыр, терме үлгісінде жазылған. Махамбет ақын халық арасында болып жатқан келеңсіз құбылыстар мен келелі істерді өз өлеңдеріне арқау етті. Мәселен, ақынның мұнар күн, соғыс, жабығу, жалған дүние сияқты өлеңдері халықтың күйзелген күйінен, соғыстың ащы дәмінен сыр шертеді. Сонымен қатар Махамбет халықты патшалық, хандық өкіметке қарсы қарулы көтеріліске шығарған алғашқы қазақ ақыны. Оның көтеріліс туралы жазылған жыраулық үлгідегі біршама толғаулары Жәңгірге, Баймағамбет Сұлтанға деген жергілікті ел билеушілерін ашына сынап жазған өлеңдерді жетерлік. 1836-1837 жылдары Исатай Тайманов бастаған Бөкей ордасындағы халық көтерілісінің ұйымдастырушыларының жетекшілерінің бірі болды. Ол сол халық көтерілісінің тек ұраншысы немесе жыршысы болып қана қалған жоқ. Сонымен бірге өзінің отты жырларымен жауынгерлерге рух беріп отырды. Ол Исатай батырға «Исатай деген ағам бар, Исатай сөзі арғымаққа оқ тиді, тарланым, қызғыш құс» деген жалынды жырларын арнады. Махамбет Өтемісұлы қазақ поэзиясында сатира, элегия, монолог, арнау жанрларының қалыптасуына зор ықпалын тигізген, рухы биік, мән терең, пәлсапалық туындыларымен тәнті қылған дауылпаз ақын. Бүкіл жырларына тәуелсіздікті арқау еткен ақын 19 ғасыр поэзиясының көрнекті өкілі. Сондықтан да қазақ поэзиясын отты жырларымен байытқан ақынның қазақ әдебиеті тарихындағы орны ерекше. Ендеше оқушылар, Махамбет Өтемісұлы 1804 жылы ішкі Бөкей ордасы қазіргі Батыс Қазақстан облысының Жәнібек ауданының Нарынқұм Жасқұс деген жерінде дүниеге келген. Исатай Тайманұлы бастаған көтерілістің ұйымдастырушыларының бірі Махамбет еді. Жәңгір ханның тұсында өмір сүрді. Махамбет шығармалары бұқара өмірдің рухани поэтикалық шежіресі, шаруалар қозғалыстың шынайы бейнесі. Оқушылар, Махамбет жырлары елдікке, ерлікке үндейтін өршіл поэзия. Батырлыққа бастайтын өлеңдерінің бірі «Мен едім». Өлеңіне талдау жасау үшін үзіндіге назар аударыңыздар. Мен едім, мен нарында жүргенде, еңіреп жүрген ер едім. Исатайдың барында екі тарлан бөредім. Қай қазақтан кемедім, бір қазақпен теңедім. Өздеріңдей хандардың, қарны жуан билердің, атандай даусын ақыртып, лауазымын көкке шақыртып, басын кессем деп едім. Еділдің бойы ен тоғай, ел қондырсам деп едім. Жағалай жатқан сол елге мал толтырсам деп едім. Еңсесі биік ақ орда,
еріксіз кірсем деп едім. Ол үзіндіден елін қанаған зорлықшыл билік өкілдерінің бетпердесін ашып, аямай шенеп, оларға қасқайып қарсы тұрған Махамбеттің бейнесін байқаймыз. Осы іс-әрекет арқылы бойынан авторға тән қасиеттерді жазып шығыңыздар. Шығарманың тақырыбы дегеніміз сол шығармаға негіз болатын өмір құбылыстарының түйіні. Ал идеясы жазушының сол өмір құбылыстары жайлы айтқысы келген ойы. Олай болса, Махамбет Өтемісұлының «Мен едім» өлеңінің мазмұны туралы қысқаша түсінік беретін бейне жазбаға назар аударыңыздар. Махамбет ақын намысты оятатын, жігерлі жырлар арқылы елді қарулы күреске шақырды. Сондай жалынды өлеңдерінің бірі «Мен едім» толғауы. Оны әйгілі Баймағамбет Сұлтанға арнап айтқан, жалпы ақынның халық қамын ойлап толғаудан туындаған патриоттық идеялары осы Баймағамбетке айтқан өлеңдерінен айқын аңғарылады. Махамбет «Мен едім» толғауында қоныс мекенінен айырылып, жерсіз қалған елге ата мекенін қайтарып, жағалай жатқан сол елге мал толтыруды, қара қазан сарбала қам үшін қолға қару алып күреске шығып, қара қазақ баласын хан ұлына теңгеруді мақсат еткен тебірене жырлайды. Исатай Махамбет бастаған көтерілістің де түпкі идеясы осы еді. Олай болса, екі жақты күнделік әдіс арқылы өлеңнің тақырыбы мен идеясын ашып жазыңыздар. Оқушылар, Махамбеттің «Мен едім» өлеңінде «мен» сөзін жиі қолданған. Ендеше өлеңдегі ақын қолданған «мен» мағынасын ашып жазыңыздар. Махамбеттің есімі өмірдегі қасіреттің синонимі, өнердегі қасиеттің символы. Махамбет өлеңі қазақ сөзінің қайталанбас құдіреті. Әрбір буыны мен бунағы, тармағы мен шумағы мұншалықты тап-таза қорғасыннан құйылған. Ап-ауыр асыл сөз қазақтың басқа жерін бетіндегі ешбір елдің өлең жырында жоқ. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, берілген үлгіні пайдалана отырып, Махамбет Өтемісұлы жайлы ойларыңызды қорытындылаңыздар. Назарларыңызға рахмет.